Қырық қасқыр, екі ешкі. Жартыбай дейтін кісінің мал дегеннен екі ешкісі ғана болған екен. Ол екі ешкісі елдің малына қосылмай, өз алдына бөлек жайылып өскен екен. Бір күні Жартыбай үйде ауырып қалса, екі ешкісі елдің ойына қосылмай, далада қалып, күнде соңынан қалмай жүретін Жартыбайды іздеп, тастан тасқа секіреді, таба алмайды, таудан тауға шығады, таба алмайды. Сонан кейін Жартыбайға ашуланып, басқа бір жаққа қашып кетпекші болып, екеуі бір жолға түседі де жүріп береді. Келе жатып, жолдан бір қап тауып алады. Сонан соң біреуі тұрып айтады: «Қой, біз бүйтпейік. Жартыбайдай ені біз таба алмаспыз. Біз кейін қайтайық. Ол біздің қалып кеткенімізге өкпелер. Өкпесін тарқату үшін оған тезек теріп апарайық», дейді. Бұған қасындағы ешкі де қосылып, екеуі тезек теруге кіріседі. Ауылды бетке алып, тезек теріп келе жатса, алдарында өлген қасқырдың екі қубасы жатыр екен. Мұнан екеуі қорқып, кейін қарай қайтпақшы болады. Бірақ кейін қарай қайтса, жолда қасқыр көп, бұларды жеп қоюы мүмкін. Содан кейін екеуі әрі-бері кеңесіп, әлгі қасқырдың екі қубасын қаптарына салып алады да тағы жүріп береді. Бір кезде алдарында от жағып отырған көпті көріп, тезірек жүгіре басып қастарына келсе, олар жиылыс ашып отырған 40 қасқыр екен. Келген екі ешкіні көреді де, біріне бірі сыбырлап: «Мына ешкілерді қараңдар, тамақты уайымдап отырғанда өздерінің кезгелеуін», дейді. Бұларды қасқырлардың бәрі көреді де, «Тамақ табылды», деп қарық-қарық күліседі. Сонда екі ешкі тұрып: «Жоқ, мырзалар, біз сендерге жегізбейміз. Біз сендер сияқты талай қасқырлардың басы жеп көргенбіз», дейді. Бұған қасқырлар нанбайды да: «Ондай күшті сендерге кім берсін?» дейді. Сонда ешкілер: «Кім берген көресіңдер ғой, мына қаптың ішінде 40 қасқырдың басы бар. Қазір сендердің бастарыңды қосамыз, барлығы сонда 80 болады», дейді де, бір ешкі әлгі қубасты қаптан суырып алғанда, қасқырлар қорқа бастайды. Сонда қорықпайтын көкжал біреу отырады да: «Қане, екіншісін көрсетші», дейді. Ешкілер қолдарын алған басты қапқа қайта салып, біреуін суырып алғанда, қасқырлар үрейленіп кейінге шегіне бастайды. Олардың қорыққанын ешкілер сезеді де: «Қане, біздің қасқырдың етін жемей қарнымыз ашқанына көп болды. Өздеріңе жан керек болса, біреуіңді сойып, бізді қонақ қылыңдар», дейді. Бұған қасқырлар амалсыздан көнеді де, ешкілерді төрге шығарып, әуелі су әкелмек боп 4-5-еуін жібереді. Олар кеткеннен кейін суға кеткендерді тез ертіп келмек болып, 10 шақтысы кетеді. Сөйте-сөйте қасқырдың бірі қалмастан қашып кетеді. Қасқырлардың бұл қылығын мазақтап, күле-күле екі ешкі Жартыбайға қайтып кепті.